Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-ана, қадірлі оқушы. 4-ші сабағымызға қош келдіңіз. Бүгін бізде Г, Ғ, К, Қ әріптерін жазамыз. Г әрпін құйыршығынан соң 2 торгөзден кейін жоғарғы жақ бөлігінен бастаймыз. Жоғарыға қарай, ортан белден жоғарыға қарай имек, қиғаш сызықтың бойымен дүзе түсеміз және артқа қайырамыз. Жақынырақ көрсетейін. 2 торгөз тастадым. Ортан белден жоғары, қиғаш сызықтың бойымен дүзе сызық, имек, артқа қайырдым. Келесі Ғ әрпі. Дәл солай 2 торгөз тастап, жоғарыдан төмен қарай жазамыз. Ғ әрпінде белдігін ұмытпаймыз. 2 торгөз тастадым, жоғарыдан төмен, имек, дүзе сызық, артқа қарай имек және бел. К әрпінің кіші әрпін жазамыз. 2 торгөз тастадым, жоғарыдан дүзе сызық, үзбей жазамыз. Жоғарыға қарай қайтадан көтердім. Бұл жерде үзіп, Г сияқты элементін жазамыз. Имек торгөздің ішіне сияды. Келесі 2 торгөз тастаймын. Дүзе сызық, имек жоғарыға, астыңғы ортан белден имек. К. Қ әрпі де дәл солай. 2 торгөз тастаймыз. Жоғарыдан дүзе сызық төмен, жоғарыға имек көтердім. Ортан белден байқасаңыз, мына жерден емес, мына жерден емес, мына қиылысынан бастаймыз. 2-ші сызық көтерілген қиылысынан имек, құйыршығын саламыз. Қайтадан дүзе сызық, жоғарыға көтердім. Екеуінің қиылысынан имек, құйыршығын көтереміз.